Сәлем достар, бүгін сіздерге жазықсыз жүрек түрік сериалында Мавидің рөлін сомдаған актриса Бурcu Kıratlı туралы видео дайындадым. Оның өгей қыз екенін, соған қарамастан ол өнер жолында зор табыстарға жеткенін білесіз бе? Тіпті Түркияның президенті Реджеп Ердоғанның өзі өз қолынан марапаты сынған. Егер сіздерді талантты актрисаның өмірі мен шығармашылығы, махаббаты қызықтырса, видеоны соңына дейін көріңіз. Ал көруді бастамас бұрын әдеттегідей каналға жазылып қоңырауды басып лайк баса кетіңіз. Кеттік ендеше. Бурcu Kıratlı 1989 жылы 25 шілдеде Стамбулда дүниеге келген. Әйгілі журналист Kenan Erçetinköz'дің өгей қызы. Бурcu'дың әкесінің екінші некесінен туған екі ағасы мен қарындасы бар. Мектеп қабырғасында Бурcu көптеген пьесаларда және қысқа метражды фильмдерде ойнады. Сол кезде оның сүйікті актрисасы Мерил Стрип болатын. Бурcu'дың ата-анасы қатаң тәрбиені ұстанған. Өгей әкесі қызды өте қатал тәрбиеледі. Жиі ұрысып, жазалайтын. Бір күні кешке досы қоңырау шалған үшін Kenan өгей қызының телефонын бір апта бойы бұғаттап қойған. Бой жеткенге кешкі сағат 7-ге дейін ғана жүруге рұқсат берген. Бурcu актриса болуды шешкенде, оның отбасы қызының кино индустрияда қандай қиындықтарға тап болатын білгендіктен қарсы болды. Бірақ олар қыздарының актриса болуды шын жүректен қалағанын және талпынғанын түсінгенде рұқсаттарын берді. Мектепті бітірген соң коммуникация факультетінің колледжіне оқуға түсіп, оны бітіргеннен кейін көптеген танымал тұлғаларды шығарған Мужда Телевизион өнер орталығында актерлік шеберлік бойынша білім алды. Бурcu актерлік мансабын 20 жасында телехикаялардағы шағын рөлдерден бастады. Ол өзінің алғашқы рөлін Өмір бар сериалында 2010 жылдан бастап экрандарда көрсетілген Ягмур рөлінде ойнады. Жоба 2 маусымға созылды. 2013 жылы Озжан Дениз жазған Су және от фильмінде Хелен бейнесінде экранға шықты. 2014 жылы шыққан ертегі фильмінде Пери рөлін сомдады. Бұл фильмдегі рөлге байланысты ол шашын қырып тастауға мәжбүр болды. Бұл бойжеткен Бурcu үшін нағыз сынақ еді, өйткені оның шашы беліне дейін жететін. Дегенмен де ол рөлі үшін ұзын шашын қиюға келісті. 2014 жылдың 13 желтоқсанынан бастап көрерменге жол тартқан Тірілген Эртугрул сериалындағы Gökçe кейіпкердің бейнесімен жұртшылық алдына шықты. 2015 жылы Біздің тарих фильміндегі Elif кейіпкеріне өмір сыйласа, одан кейін Махаббат пен Мави телехикаясында басты кейіпкер Мавиді ойнады. Қазір бұл телехикая Қазақстан ұлттық арнасында жазықсыз жүрек атауымен беріліп жатыр. 2021 жылы Burcu Kıratlı'ның 7 мелек атты жаңа фильмі жарыққа шықты. Фильм шынайы оқиғаларға негізделген. Анкарадағы Gulbashi арнайы операциясы кезіндегі 7 полиция қызметкері, яғни 7 қыздың өмірін баяндайды. Жеке өміріне тоқталатын болсақ, актриса Sinan Akçılмен ұзақ уақыт кездесіп жүріп, оған тұрмысқа шықты. Алайда жұлдызды жұп 2018 жылы ажырасып кетті. Бірақ ғашықтар бір-бірінсіз ұзақ өмір сүре алмайтынын біліп, 2021 жылы қайтадан бас қосты. Burcu Kıratlı'ның бойы 1,67 см, салмағы 49 келі. Ол үйде болған кезінде тамақ әзірлеуді, әсіресе тәтті торттарды жасауды ұнатады. 2017 жылы радио және телевидение журналистері қауымдастығының медиа Оскарында Түркия президенті Ердоған оған жылдың үздік актрисасы сыйлығын өз қолымен табыстады. Достар, осымен бүгінгі видео тәмам. Ұзақ уақыт үзілістен соң сіздермен қайта қауышып отырмын. Сондықтан қолдауларыңыз ауадай қажет. Видеоға лайк басып, каналыма жазылып пікір қалдырып кетсеңіздер қуанып қаламын. Сіздермен болған әдеттегідей Әсем ТВ арнасының жүргізушісі Әсем Жұмалиева. Келесі кездескенше аман сау болайық. Ал сіз қай актер немесе актриса туралы білгіңіз келеді, комментке жаза кетіңіз.